Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қалдарың қалай? Математика сабағын бастаймыз. Олай болса видеоны толық көріп шығып, тапсырмаларды орындап маған жібере ғой. Екінші тапсырмаға қарайық. Барлық бұрыштары тік болатын бұрышты тап дейді. Тік бұрыш деген мысалға міне баланың міне қолын ашып тұрғандағы бұрышы бұл тік бұрышқа жатады. Ал бұл міне кішкентай тік бұрыштан 90 градус, яғни сүйір бұрыш. Ал бұл міне тік бұрыштан үлкен, бұны біз доғал бұрыш дейміз. Енді бізге тік бұрышты табыңдар дейді. Біз бұл жерде барлық бұрышы тік деп айта алмаймыз. Ал мына тік төрт бұрышқа қарайық. Барлық бұрышы 90 градусты құрайды. Бұны біз тік бұрыш деп айта аламыз. Ал бұл жерде бұрыштары тік деп айта алмаймыз. Мына жер мысалға доғал бұрыш болып кетеді. Ал бұл шаршы. Барлық бұрышы тік. Ал бұл жерде тік деп айта алмаймыз. Олай болса барлық бұрыштары тік болатын төрт бұрыштар ол тік төрт бұрыш және шаршы екен. Бұл жерде көріп тұрғандарың балалар шаршы. Шаршының қасиеті барлық бұрыштары тік болады, яғни 90 градус болады. Және де барлық қабырғасының ұзындығы бір-біріне тең болады. Мына фигураны өлшеп көрейік. Бұл шаршының қабырғасы міне 7 сантиметр, 7 сантиметр, 7 сантиметр және 7 сантиметр. Яғни барлық қабырғасы тең төрт бұрышты біз шаршы дейді екенбіз. Ал бұл жерде балалар тік төрт бұрыш берілген. Тік төрт бұрыштың қасиеті барлық бұрыштары тік болады. Өзі айтып тұр, тік төрт бұрыш деп. Яғни тік бұрыш болады, 90 градустан болады. Және қарама қарсы қабырғалары бірдей. Қарама қарсы деген міне көкке көк қарама қарсы қарап тұр, қызылға қызыл қарама қарсы қарап тұр. Міне қарама қарсы қабырғаларының ұзындығы бірдей болады. Яғни мына екі көк кесіндінің ұзындығы бірдей және екі қызыл кесіндінің ұзындығы бірдей болады. Міне өлшеп көрейік. 12 сантиметр және де 12 сантиметр. Міне қарама қарсы қабырғасының ұзындығы бірдей. Ал мына жағын өлшеп көрейік. 8 сантиметр және де 8 сантиметр. Міне тік төрт бұрыштың қасиеті бұрыштары тік 90 градус болады және қарама қарсы қабырғаларының ұзындығы бірдей болады. Мына екі қабырғасы 12 сантиметрден және ені 8 сантиметрден болды. Бұл жерде бірден бастап 9-ға дейін геометриялық фигуралар берілген. Енді осы мына іріктегіш машина дейді. Осыдан өткізіп көрейік. Қабырғалары тақсан. Тақсан дегеніміз 3, 5, 7, 9 деген. Қабырғалары жұпсан 2, 4, 6, 8, 10. Енді қарайық. 3 қабырғасы бар дейді. 3 қабырғасы бар. Онда ол міне және міне 1 және 3 деген фигуралар. Енді айтады, тік бұрыштары жоқ. Міне. Мына жерде тік бұрыш бар. Міне мынау тік бұрыш. Ал бұл жерде тік бұрышы жоқ. Онда біз бұл А әрпіне сәйкес келетін фигура ол үшіншідегі үш бұрыш екен. Ал тік бұрыштары бар дейді. 3 қабырғасы бар, тік бұрышы бар. Міне 3 қабырғасы бар және тік бұрышы бар. Ол 1 деген фигура екен. Б-ға сәйкес келеді. Келесі 5 қабырғасы бар дейді. 5 қабырғасы бар. Міне 1, 2, 3, 4, 5 қабырғасы бар. Ол 2 санындағы фигура. 7 қабырғасы бар. Міне 7 қабырғасы бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни Г әрпіне сәйкес келетін фигура ол 7 санындағы екен. 4 тік бұрышы бар дейді. Барлық қабырғасы тең. 4 тік бұрышы бар, барлық қабырғасы тең. Ол бізде шаршы. Міне тік бұрыш және барлық қабырғасының ұзындығы бірдей. Қарама қарсы қабырғасы тең. Қарама қарсы қабырғасы тең. Ол міне 9-дағы. Міне
осылай істей берүүгө болот. Видеону көрүп болсак, тапсырма орындайык. Сөйлемдерди аякта. Бул жерде шаршы мен тик төртбурчтун касиеттери берилген. Осы сөйлемдерди даптериңе аяктап көчүрүп жаза кой. Номер 4-де балалар. Төмендеги фигуралардын узундугун энин өлчөп, даптеримизге туура сол өлчөмдеги тик төртбурчтерди салыңдар. Және де ени бирдей тик төртбурчтерди белгилеп коюңдар. Тапсырманы орындап болуп, маған жиберүүнү унутпа.